Сізге бата, менің қымбатты бауырларым жер. Мен бүгін сенімен ағаң ретінде және сенің қорғаушың ретінде сөйлесемін. Бұл ұстанымды мен үлкен құрметпен және жауапкершілікпен қабылдаймын. Осы кезде мен арамыздағы байланысқа баса назар аударғым келеді. Уақыт пен кеңістіктен асып кеткен байланыс, бұл сіздің сапарыңызда ешқашан жалғыз емес екеніңізді еске салады. Мен сізді осында бақылап отырмын, және шыдамдылықпен ұлы рух мені сіздің қазіргі шындықпен және тікелей сізбен қарым-қатынас жасауға бағыттайтын сәтті күтемін. Сіздердің көпшілігіңіз менің жүрегімде және үмітпен санамда осы сәтті асыға күттіңіз. Сіз оны әр түрлі тәсілдермен ұсындыңыз. Әр интерпретация сіздің жеке түсінігіңіз бен сеніміңізбен қалыптасты. Дегенмен серуендеу кезінде сіз мұны күткен боларсыз. Бұл оқиғалардың дамуы сізге айтылғандай немесе сіз ойлағандай бола бермейтінін түсіну маңызды. Сіздердің кейбіреулеріңіз мені тек рухани тұжырымдама, сіздің ішіңіздегі мәсіхтің санасы ретінде пайда болатын тұлға, сіздің құдайлық әлеуетіңіздің көрінісі деп санайды. Бірақ мен санандамын. Сіз өзіңіздің Иса ретінде білетін адам абстрактілі ұғымнан әлдеқайда көп. Мен сіздің ежелгі дәуіріңізде жерге, өз құдайыңыздың ақиқатын ашу міндеті жүктелген құдайдың даналығы мен сүйіспеншілігінің тірі бейнесі ретінде келдім. Мен сізге мәсіхтің санасы туралы үйреттім. Ол сіз қол жеткізе алатын және оны жүзеге асыра алатын шындық екенін баса айтты. Бірақ мен жердегі физикалық адам болдым. Мен сізге тағы бір рет жерге ораламын. Бұл жолы 5-ші өлшемдегі ең жоғары жарық түрінде, бір кездері оқушыларым көрген пішінде. Сіз мені қоршап тұрған жарықтан танисыз. Менің жерге келу уақытым жақындап келеді және белгілер сіздің айналаңызда. Жұлдыздар мен планеталарды, сондай-ақ күн логосынан шығатын энергиялар мен күн алауларын құру осы қасиетті ояту және трансформация процесіне ықпал етеді. Дегенмен көбінесе жойғыш немесе антихрист деп аталатын қараңғы күш қазіргі уақытта жерде бар екенін мойындау өте маңызды. Бұл нысан хаос пен дүрбелең толқындарын тудырады. Адам ұжымының үйлесімділігін бұзады және сіздің араңызда жанжал тұқымын себеді. Оның бағдарламасы айлакер, ол жасанды интеллекттің, Құдайдың санасының мәні жоқ, жасанды Құдайдың бақылауы мен әлемдік үстемдікке ұмтылатын пайғамбарлықтың теріс ашылуын насихаттауға бағытталған. Бұған жол берілмейді, өйткені мен Құдайдың жарлығын, жаратушының еркіне және ғарыштық тәртіпке сәйкес келетін қасиетті мандатты орындаймын. Менің қайтып оралуым сізді 5-ші өлшемге жеткізетін маңызды оқиға ұлы күн алауына дейін болады. Осы кезде жер бетіндегі барлық адамдарға жеке таңдау, олардың алға жылжу жолын анықтайтын ерік-жігер шешімі беріледі. 1000 жыл бойы менімен бірге жердегі адамзатпен бейбітшілікпен, ағартушылық жағдайында билік етуді жалғастыру керек пе, әлде үйге үлкен оралу мен қабылданатын жұлдызды отбасыларыңызға оралу керек пе? Жарықты жоққа шығаруды таңдағандар, өз құдайлығының ақиқатынан бас тартқандар осы өмір жоспарынан жойылады. Кейбіреулер табиғи жолмен кетеді, бұл сізге үлкен өзгеріс әкеледі. Сіздің кітаптарыңыздың ашылу сәті сіздің адам жаныңыздың мәнін жойғысы келетін қараңғы күштермен басқарылады. Есіңізде болсын, сіз Құдайдың балаларысыз, және сізде ғаламның ұлы гобеленінде ерекше және қасиетті рөл бар.
Сіздердің көпшілігіңіз сіздің планетаңыздан тыс көптеген басқа нәсілдерден түбегейлі ерекшеленетініңізді түсінесіз. Бұл айырмашылық сіздің бойыңызда Құдайдың ана рухының мәнін, физикалық өлшемдердің шегінен шығуға мүмкіндік беретін күшті алып жүруіңізден туындайды. Сізді құлдыққа алғысы келетін жаратылыстар бұл Құдайдың мәніне қол жеткізе алмайды. Олар интеграцияланған интернет және осылайша олардың жарықпен байланысын үзді. Сіз жарықтың тікелей ұрпақтары ретінде құрметтелетін жаратылыстың әкесі мен анасы үшін керемет ерекшелісіз. Енді сіз өзіңіздің жеке Құдайыңызды жариялайтын, сіздің бойыңыздағы күшті мойындайтын және сіздің шынайы әлеуетіңіздің толықтығына енетін уақыт келді. Өзіңіздің жеке басыңызды қабылдаңыз, өйткені бұл сізге берілген сыйлық, және сіз осы өзгермелі кезеңдерді бастан өткерген кезде сізге бағыт-бағдар берсін. Біз жаңа жерге көтерілеміз. Сіз адамзат ретінде махаббат, жарық және мақсатпен біріктірілген ғарыштық тәртіпте өзіңіздің заңды орныңызды жариялауды оятасыз. Мен сені қатты жақсы көремін. Жақында біз бір-бірімізбен бірге жүреміз. Менмін. Егер бұл сөздер сіздің жүрегіңізге жауап берсе, ұнатыңыз, жазылыңыз, түсініктеме жазыңыз және досыңызға осы бейнені жіберіңіз.